Ассалаумағалейкум, құрметті волейбол сүйер қауым. Inside Volleyball KZ YouTube арнасы Атырауда. Дәл менің артымда Фок бұл жерде 7 күн бойы ерлер командалары ұлттық лига бірінші тур ойындарын ойнайтын болады. Ендеше бүгінгі шығарылым Ақтөбе ерлер командасына арналады. Бүкіл матчтарын сіздермен бірге көретін боламыз. Эмоциялар, ойыншылардың комментарийі біздің YouTube арнаға, Ақтөбенің инстаграмына міндетті түрде жазылыңыздар. Ендеше көп сөз байық, біз бастаймыз. Кеттік! Рядом со мной центральный блокирующий команды Ахтубе Антон Кузнецов. Впервые за 4,5 года я у вашей супруги в сторисе увидел, что вы вернулись, да? И мы писали об этом у себя на сайте, в инстаграме тоже. Каковы ощущения вернуться и ощутить атмосферу национальной лиги? На самом деле возвращение должно было произойти уже достаточно давно, просто небольшие трудности возникли. А так всем спасибо тем, кто ждал, хотел. Возвращение прошло не так, как, конечно, планировалось. Хотелось победы, но тренер принял сегодня решение, чтобы мы играли резервным составом. Это немножко нам затруднило наш бой, план боя. Но я думаю, что потихоньку втянусь и наберу свою прежнюю форму, и все будет отлично. Удачи в сезоне, следите за командой Ақтөбе. Все, рахмет. Құрметті көрермендер, жалпы Ақтөбе командасы бұл турда 7 ойын өткізеді. Біреуі өте маңыздысы, 4-ші ойын Таразға қарсы супер кубок. Оған біз арнайы міндетті түрде бөлек шығарылым арнаймыз. Ақтөбе командасы бүгін өзінің 2-ші ойынын өткізуде. Қарсылас Жайық. Бұл Қазақстан кубогының финалының қайталануы. Ойын қалай аяқталады, сәлден соң бірге білетін боламыз. Әзірше Ақтөбе командасы бірінші сетте 18-16 есебімен алдыда. Он işte oldu. Өте қиын ойын, өйткені Жайық командасы кеше алғашқы турда ұтылды 3-0 есебімен. Оларда мотивация мықты. Қазір Ақтөбе командасы бұл ретте қандай мінез көрсетеді? 2-ші партияны ұтылды және 3-ші партияда керемет волейболды күтеміз. Wow!
кетті 3-2. 14-ші жеңіс қатарынан ақтөбеліктердің еншісінде. Ұлттық лиганың 3-ші ойын күні Ақтөбе командасы Жетісу командасына қарсы кездеседі. Біздің Инсволи сайтымызда айтылғандай, бүгін Ақтөбе командасы қосалқы құраммен ойнайды. Сергей Михайлович Трикос осындай қадамға баруға мәжбүр, өткені ертең суперкубок матчы. Ақтөбе командасы бірінші сетті өте жақсы бастады, бірақ ортасында Жетісу командасы жетіп алды және қазір 21-18 есебімен Талдықорғандықтар алды да. Құрметті достар, мен дәл жанында қазір Ақтөбе командасының лидері Ерікжан Бөкен. Ерікжан, жалпы жігіттердің ойыны қалай, не жетіспей жатыр? Эмоцияма кішкене өздеріне сенімділік жетіспей жатыр деп ойлаймын. Жалпы ертең маңызды матч, суперкубокқа сен бүгін шықпайсың ба? Шықпаймын ойынға. Бүгін демалам, ертең суперкубок, важный ойын. Екінші сетте де Ақтөбе командасы ұтылып жатыр, есеп 20-13. Тайм-аут алды бас бапкер. Құрметті достар, есеп әзірше 2-0. Жетісу командасы егер бүгін жеңіске жетсе, онда Ақтөбені артқа түсіреді турнир кестеде және екінші орынға шығады. Бірақ бүгін таразы тұлса, Жетісу бірінші орында болатыны анық, немесе үшінші партия Жетісу 2-0 алды да. Осылайша 3 ойынның нәтижесі 2 жеңіс және 1 жеңіліс. Ол 1 жеңіліс ертең күні үлкен жеңіске алып келетініне сенейік. Ендеше құрметті көрермендер, осы 3 ойыннан кейін Ақтөбе командасы турнирлік кестеде 4-ші ойында. Міндетті түрде 2-ші влогты күтіңіз. Ақтөбе командасы тағы да 3 ойын өткізеді. Біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпағайсыз.